Прокариоттардың ген құрылысы. Мына нәрсені ДНК тізбегі деп елестетейік. Біз кез келген бір нәруызды синтездеп алу үшін ДНК-дағы геннен аламыз, яғни бұл ген инструкция сияқты, немесе мәзір сияқты, кітап сияқты. Мысалы, біз бір тамақты пісіргіміз келеді, палау пісіргіміз керек. Оны пісіру үшін кітапты аламыз, тамақ пісіруге арналған сол ішіндегі белгілі бір бетті тауып аламыз, сол жерден палаудың рецептін алып, сол бойынша жасаймыз. Тура сол сияқты жасушада бір нәруызды синтездеп алу үшін ол жердегі керекті генге барып, одан ақпараттық РНК-ға көшіріліп, ол ақпараттық РНК-дан көшірілген нәрседен біз нәруызды синтездейміз. Нәруыз синтездеп алу үшін біз геннен ақпараттық РНК-ға көшіреміз, одан нәруызды синтездей алады екенбіз. Бірақ бұл синтез жүру үшін оған көрсететін бағыт-бағдар беретін құрылымдар керек. Яғни геннің қай жерінен бастап көшіреміз, қай жерінен бастап тоқтаймыз, қандай қарқындылықпен жүргіземіз, дәл қазір ол нәруызды синтездеу бізге керек па? Болмаса керек емес шығар ол нәрсе бізге. Қашан тоқтаймыз, қалай жүргіземіз? Оның бәрін көрсететін ДНК-да құрылымдар болады. Яғни бағдар берушілер. Мысалы, жолда машиналар жүріп жатқан кезде стоп, немесе мынадай жылдамдықпен жүр, немесе бағдаршам бар, қызыл жанды тоқта, немесе жасыл жанды болып жүре бер деген сияқты, оған бағыт-бағдар берушілер болады. Ол нәрселер бірінші осы геннің дәл алдында оператор деген нәрсе орналасады. Ал оператордың алдында промотор деген құрылым болады. Бұл нәрселер не үшін керек? Бірінші промотор. Промотордың негізгі себебі промоторға келіп РНК полимераза бекиді. РНК полимераза деген нәрсе ақпаратты РНК-ға көшіруге болады, бастай бер деген нәрсе. Осы жерден старт, бастайтын жер. Осы жерден бастайсың, әрмен қарай көшіресің деген белгі бұл. Яғни РНК полимераза келіп промотордың үстіне бекиді. Осы жерден басталса, ол аяқталатын орын керек. Аяқталатын орынды біз терминатор деп атаймыз. Осы терминатордан тоқтайды. Бірақ енді біз бұл көшірмені белгілі бір қарқындылықпен жүргізуіміз керек. Ол нәруыз бізге жылдам, қатты, тезірек керек болуы мүмкін, немесе оның нәруыздың синтезін біз баяулатуымыз мүмкін, немесе бұл нәруыз бізге мүлдем керек емес болып қалуы мүмкін. Ол нәрсенің бәрін регуляциялап басқарып тұратын нәрсе бұл ген регулятор деп атаймыз. Ген регулятор немесе нәруыз регуляторы деп те атаймыз. Бұл ген регулятордың өзі екі түрлі нәруызды синтездейді. Активатор және репрессор. Активатор не істейді? Активатор тезірек нәруызды синтездеуіміз керек. Go, давайте, тез бастаймыз. Жүргіземіз деп бәрін жылдамдатып тұрады активатор. Ал репрессор керісінше баяулатады, немесе мүлдем тоқтатады. Яғни керек емес болып қалса. Ол қалай жүреді? Ген регулятор өзінен нәруызды бөлді, бір активатор деген нәруызды бөлді делік. Нәруыз келеді де мына операторға орналасады. Орналасқасын бұл айтады. Демек бұл жерде жүруге болады, бастаңдар тезірек, осы жерден нәруыз синтездеп алуымыз керек осы геннен дейді.
жылдам осы жерден көшіріп алады. Ал егер репрессор келіп осында орналасатын болса, онда керісінше оны тоқтатады немесе баяулатады репрессордың арқасында. Мысалы, бұл системаны ішек таяқшасының мысалында көрейік. Ішек таяқшасы деген бактерия бар. Ол прокариот, Оның өмір сүретін ортасында лактоза болатын болуы мүмкін, немесе болмауы мүмкін. Лактоза деген нәрсе бұл қант. Егер де ішек таяқшасы лактозасы бар ортада тіршілік ететін болса, демек, ол лактозаны ыдырататын фермент қажет болады. Яғни лактозаны ыдырататын фермент лактат деп аталады. Яғни лактаттың арқасында ішек таяқшасы лактозаны жейді, соны қорытады. Тамақты қорытатын фермент. Мысалы, адам ағзасында тамақты қорытатын ас қорыту сөлдер болады ғой. Пепсин деген сияқты нәруызды ыдырататын. Тура сол сияқты ол жеген тамағын, лактозасын ыдырату үшін лактат деген фермент керек. Ал ол лактат керек емес болып қалуы мүмкін. Лактат деген нәрсе, өйткені ішек таяқшасы өмір сүретін ортада лактоза болмай қалуы да мүмкін. Жоқ енді лактоза. Ішек таяқшасы онсыз өмір сүріп жатыр. Енді лактозаға қажет лактатты бөлудің ішек таяқшасыға керек емес қой. Лактатты синтездеу үшін артық энергия жұмсайды, артық нәрсе. Сол үшін енді лактаттың бөлінуін де бізге тоқтату керек. Тоқтату үшін ген регулятордан репрессор нәруызы бөлініп, осында операторға келіп орналасады. Репрессор орналасады да, сөйтіп лактаттың бөліну мүлдем тоқтап қалады. Ал егерде сол ішек таяқшасын біз қайтадан лактозасы бар орынға орналастыратын болсақ, ол жақта лактозаның құрылымдары, яғни молекулалар келіп, осы репрессорға келіп орналасады. Отырып алады да, сөйтіп репрессордың формуласы, кеңістіктік құрылымы өзгереді да, оператордан түсіп қалады. Сөйтіп түсіп қалады да, репрессор жойылып, сөйтіп емін-еркін осы жерден лактат синтезделе береді. Бұл прокариоттардың генінің құрылысы ретіндегі бір көрінісі. Ал бірақ бұл жерде біз ескеретін нәрсе бар. Прокариоттардың ген құрылысының ерекшелігі аперон деген заттың болуы. Оперон. Аперон дегеніміз оның құрамында әрі ген, промотор, оператор және терминатор. Осы нәрселердің барлығы бірге жиналып оперон деп аталады. Оперондар. Яғни бұл прокариот генінің құрылысының ерекшеліктері.